Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммед-Али. Бүгінгі айтылатын тақырып инсульттің 6 белгісі. Инсульттің 6 белгісі, яғни ең бірінші белгісіне келетін болсақ, бірінші белгісі беттің асимметриясы. Бұл қалай? Яғни науқаста біріншіден беттің, яғни мимикасы жұмыс істемейді. Беттің оң жақ бөлігі немесе сол жақ бөлігінде қимылдату оған қиынға соғады. Яғни беттің бұрыштары, яғни бұлшықеттер төмен қарай түсіп салбырай бастайды. Тіпті өзі көзін ашып жаудың өзі оған қиындықтар тудырады. Екінші белгісі бұлшықеттің әлсіреуі. Бұлшықеттің әлсіреуі дегенімізді қалай түсінесіздер? Ол кезде оң жақ бөлігі немесе сол жақ бөлігінде бұлшықеттердің ұйып бастауы, содан кейін бұл қимылдағысы келсе өз еркіне ырқына бағынбауы, яғни аяқ асты пайда болатын процестер. Және уақыт өте келе тіпті парез деп айтамыз ғой, яғни бір жақ бөлігінің қолын сезбей қалу басталады. Түрткен кезде тіпті қимылдата алмай қалады. Келесі белгісі, үшінші белгі, ол әрине сөйлеудің бұзылысы. Сіз сол кісімен сөйлесіп отырған кезде оның екі ауыз сөзді құрап айтудың өзі оған қиындық тудырады. Яғни сөзі анық болмайды біріншіден. Сізге түсініксіз бола бастайды. Келесі белгі, яғни төртінші белгісі, ол аяқ асты басының қатты ауырсынуы. Тіпті басы ауырған кезінде қолданатын обезболивающий деп айтамыз біз тілде, ауруды басатын уақытша дәрілер мүлде көмектесе алмай қалады. Бұл бесінші белгісі. Бұл да өте қауіпті болып келеді. Содан кейін келесі белгі, ол әрине көру функциясының нашарлауы. Ол көзімен қарап отырған кезде бір көзі бұлдырлап көрінуі мүмкін, немесе тіпті екі көзінде де қараған кезде бір затты ақау пайда болуы мүмкін. Бұлыңғырланып деп айтамыз ғой. Видеоны лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.